Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай үй жағдайында лимонад жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жуылған лимонның сыртындағы цедрасын аламыз, яғни қабығын осылай үккіштен өткізіп аламыз. Міне мен осылай лимоным үлкен болғандықтан жартысын ғана істедім. Егер де сіздерде кішкентай болса, барлығын істейсіздер. Және де екінші кезекте мен апельсиннің цедрасын алдым. Міне апельсинін де осылай жарты жерінен алдым. Ендігі кезекте суыған әрі қайнаған судың үстіне осылай қантты салып жақсылап араластырып, оның үстінен жаңағы лимон мен апельсиннің цедрасын салып араластыратын боламыз. Ендігі кезекте лимонның осылай соғын қолымызбен сығып шығаратын боламыз. Осылай барынша бәрін жақсылап сығатын боламыз. Одан кейін мен апельсинді сығатын боламын. Мен лимонның тек қана жарты бөлігін ғана пайдаландым. Ал енді апельсиннің барлық бөлігін осылай сығып шығамын. Ендігі кезекте осы шарнамызды бутылкаға құйып, немесе баклажкаға құйып, осылай холодильникте 3-4 сағатқа жіберетін боламыз. Міне бізде лимонад шамамен холодильникте 3 сағаттай болды. Енді осыны сүзгіштен өткізіп, іше беруімізге болады. Міне біз үй жағдайында осындай өте әдемі әрі дәмді болатын лимонад жасадық. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Жазын аптаған ыстығында таптырмас сусын міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Мерей. Менің парақшама тіркеліп, лайк, басқа комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.